Шынтасұлы Төрехан дастаны. Төрехан 6 жасында асық ойнап жүреді. Балалардың асығын ұтып алды. Төреханның қолындағы асығын балалар тартып алады. Төреханға ешкім болыспаған соң жылап үйіне келеді. Шешесіне келіп жылады. Шырағым, неге жылайсың деді шешесі. Сонда Төрехан сөйлейді. Aynalayın şişige, balalar boyday közümde, sabadav menin özümde. Bizde жақын жоқ білем, мені сабап жатқандай, болыспады бір кісі. Сүйегім сөйтіп езілді, аламын деп басымды, жұламын деп шашымды, ағайын туған жоқ беді. Болыспады бір бала, айналайын шешеке, бұл сөзіме сен қараң. Сонда кемпір жылайды, сонда кемпір жылайды, көзінің жасын бұлайды. Жалғызы жылап жатқан соң, анасы қалай шыдайды. Айналайын қарағым, атаң шынтасқан еді, білігін жұрттан асырған, туған артық жан еді, атадан жалғыз сол еді. Сол айтқаным жол еді, атаң артық ереді, ерегіссе ел алған. Дұшпаным басып кек алған, атаң таққа мінген соң, ноғаймен қалғың дем алған. Ағада жоқ, іні жоқ, ерліктен басқа міні жоқ. Астана жұртты меңгерген, азын көкке теңгерген, артық туған қан еді, асылы артық жан еді. Сонан туған қарағым, Төрежан жалғыз бал едің. Атадан тақ жан едің, қарағым барма балаға, өзің баршы қалаға. Сен түскен соң бұл жерге жүруші едім қуанып, терегім өссе дүниеде саясы пана болар деп. Жасы 10-ға келген соң қатарға балам толар деп. Сол кезде Шынтасқанның ақтабан қараты бар еді. Сол қаратқа Төрехан батыр қарады. Ақтабан атқа барады да сол бала атқа ерді салады. Ақтабанды ерледі, ерлеп жүріп терледі. Ерлегенім баланың шешесі менен әкесі, байға бұны көрмеді. Ерлеп атты болған соң жүгіріп үйге келеді. Басына киіп дулығы үстіне киді, шарайынан. Әкесі мен шешесі оны көрмеді, және балдағы күміс ақберенді бала байлап үйден найзаны алып шықты. Ақтабан атқа мінеді, атқа мініп алғанын шешесі сонда біледі. Келеген бір сөйлегенде бүйдеді, көзінің жасы төгіліп, жылай берді еңіліп. Айналайын жалғызым, барасың қайда сен деген, сен кеткен соң далаға нем қалады өлмеген. Балам болсаң көріп кет, қолыңнан қазып көміп кет. Кетпеші сен далаға, егер кетсең далаға, әкең болса қарт болды,
кім ие болар қалаға? Алсаң балам тілімді, ағаң мен жоқ ініңіз. Жалғыздығың білінді, атаң шынтасқан еді, 60-қа келген шал еді. Иесіз қалаң қалмай ма? Иесіз қалаң қалмай ма? Атаң шынтасқандарға дұшпаны көзін салмай ма? Қорлыққа басы қалмай ма? Сол жауапты естіп, үйден қарындасы Қанбибі жүгіріп шығып, ағасының жауға кеткелі тұрғанын көрген соң, сонда қарындасы сөйлейді. Сонда қызың сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді, айналайын жанаға, болсын да жаным садаға. Сен кеткен соң далаға, алтын басым күң болар, сіз кеткенсің далаға. Атаң тұрған алтын тақ, иесіз қалып тұл болар, орнында оның тұратын, сұрақсақ сізден кім болар? Сіз кеткен соң далаға, жасы жеткен қарт әкең, ие бола алмас қалаға. Басы қалар бәлеге, айналайын ағеке, көзіңмен мені көрсеңші, мынау тұрған атаңа жолығып жауап берсеңші. Төрехан сонда сөйлейді. Ата менен анамыз, жалғызда туған баламыз, қодар құлдай қалмақтың еліне кетіп барамыз. Аллаң қарса жолымды, сол бір жауды аламыз. Ата жауап беріңіз, төбесі шоқты қалмаққа, ата келер әлімізде. Төрехан батыр жүрудің қамын ойлайды, шынтасқан сонда сөйлейді. Қолыңды жай сен деді, береймін батай мен деді. Жолыңды Құдай оңдасын, қыдыратай жар болып, Қыдыр менен Ілияс болсын да сенің жолдасың. Тапсырдым аққа мен деді, жылап көрген жалғызым, саламат бол сен деді. Қодар құлдай қалмағың жеті төре еледі. Ақтабандай тұлпарға екі тайлақ жереді, тек 2 айлық жереді. Ақтабан атпен желеді, 6 жасар күнінде батыр туған Төрехан іркілмей ақ жөнелді. Мекендеген еледі, 18 күн болғанда жеті төре еліне іркілмей батыр келеді. Қодарқұл бұл жердің хан еді, өзі бір мықты жан еді. Етірек көргендегі Қызылбасқа аттанып кетіпті. Есі жатқан бұл өлге Төрехан ойын салады. 7 күндей талқандап елін жауып алады. 7 төре қызын алып Қодарқұл қалмақ келсін деп сол жерде жатып қалады. Өзі сол жерде бір ай жатты, Қодарқұл кідіріп келмеді. Қызылбастан жесір алып Қодарқұл қалмақ келе жатқанда алдымен қалмақтан еліңді ноғай шапты деген хабар келеді. Сонда Қодарқұл оза шапты. Сол жерде екеуі кездесіп оңашада Қодарқұл сөйледі. Сонда Қодарқұл сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Менің атым Қодарқұл, мен қалмақтың ерімін, енді ноғай өлгенің, өлім болдай көргенің, қазайдаған сормаңдай, мұнда қайдан келгенің. Сонда Төрехан сөйлейді, мен ноғайлының еледім, ноғайлыдан шыққан ер едім, шынтасқанның баласы Төрехан батыр мен едім. Алдым жеңіп қалаңды, шулатып қатым балаңды, сендей болған қалмақтың көрейін дедім шамаңды, танытайын дедім бабаңдың. Сол бір сөзді айтқан соң елдер бір-бірімен шамданып, екеуі жекпе-жекке соғысады.
Қалмақ ноғайы алысты, жағаласып қалысты. 5 күнді салды жағалас, 5 күн салды жағалас. Екеуі де артық ер екен, қайраты болды шамалас. Күнбеске толғанда, сондай заман болғанда, Қодарқұлдай қалмақты көтеріп алып Төрехан, төбе терең суы жоқ бір құдыққа салады. Жағаласқан жерлері алақұйын шаң болды, көрмегенге таң болды. Қодарқұл аузын таспен толтырдың ай. Сонда Төрехан тағы да қалмақ болар деп, бары келер деп, қасына ит ертіп аң аулап, сонда жата береді. Ендігі сөзді Төреханның қарындасы Қанбибіден естіңіз. Сонда Қанбибі әкесі Шынтасқа келіп айтады: әке, менің жалғыз ағам Төрехан келмеді, кешікті, маған бір жылмая бер деді. Сол жалғыз ағамды іздейін, құрбасым үйде отырып нетемін деді. Сонда Шынтасқан: бұл қарағым, әйел болса да қатарға енген екен, ағасын іздеймін дегені қандай жақсы деп қуанды. Желмаяны алдырды да азық түлік тамақ берді. Қызды жөнелтіп жіберді. Қыз бірнеше күн жүріп қалмақтың елінің шетіне жетті. Келсе қырылып жатқан адамды көрді. Алда жазғаннай жабысқырай жан қоймаған екен деп Қанбибі ағасын қайырғай берді. Және Қодарқұл Төреханның жағаласқан жеріне келіп: бұл не қылған шаң деді. Маядан түсіп қарап, және сол жерде қазандай қара тас көреді. Тасты аударып астында бір құдық көрді. Құдыққа еңкейіп тұрып: бұл құдықта кім бар деп сұрады. Сонда Қодарқұл қызға сөйлей бастайды: болайын шешең мен деді, шығара көрші сен деді. Мен шешесіз қалайын деп Қодарқұлды кесекпен ұрды. Болайын әкең мен деді, шығара көрші сен деді. Құдықта жатып Қодарқұл қақыстап сөйтіп сөйледі. Мен әкесі қалайын деп тағы да ұрды кесекпен. Болайын ағаң мен деді, шығара көрші сен деді. Осылай деп Қодарқұл тағы да айтып сөйледі. Мен ағасыз қалайын деп тағы да ұрды. Болайын інің мен деді, шығара көрші сен деді. Құдықта жатып Қодарқұл қоймай қақсап сөйледі. Мен інісіз қалайын деп тағы да ұрды. Ай, сол кезде болайын байың мен деді, шығара көрсен деді. Сонда қыз: қалай шығарайын мен деді. Арқанды сал сен деді. Арқанды салып қалады. Қодарқұлдай қалмақты қауғадай тартып алады. Мен жүре алмаймын, буыным бітіп қалыпты деді. Сонда қыз арқалап, көтере алмай қайқалап, жорға жүріс жоқты деп, аяң жүріс көпті деп, осы жүрісім епті деп, қызарады бүртеді, аяңдайды жортады, алып келіп үйіне кең сандыққа салады. Қодарқұл жатып қалады, Төрехан сыртқа кеткенде, ойнап та қызық алады. Төрехан үйге келген соң, оның бірін білдірмей отырып қызың қалады. Төрехан үйге келгенде сандықты мықтап жабады. Қодарқұлды бағады, дым көрмеген кісідей қарындасы сөйтіп жағады. Қарындасы мен Қодарқұл бір күні кеңес құрады. Төреханды қалай өлетті бір-бірінен сұрады. Қодарқұл айтты: елік суы деген су бар. Ол судың басында қазанбас қара дәу бар. Барса ол Төреханды өлтіреді дейді. Төрехан үйге келгенде сен ойдан қырға домала. Іші бауырым жанды де, мені Құдай алды де. Торсықты алып іліп қой, осы айтқанды біліп қой. Қарасын оның көргенде ойдан қырға домалап келе жатқанда Төрехан қызыңда онда қарады. Өртеніп іші жанады, Төрехан жетіп келеді айналайын жанаға. Өлді мен дейді, елік суын мен ішсем, қанармын едім шөлімнен, құтылар едім өлімнен де. Сонда Төрехан шыдамады бауырға, кететін болды кәуірге. Тастан салған табан жол, Тәңір оңдаса аман бол. Тәңір оңдаса аман жол, оңдамаса жаман жол. Сол жолмен кетіп бара жатқанда Шыманғанның қызы Шыңбике сұлу бар еді. Төрехан атқа мініп шыққаннан сол қызды жансыз салдырып қойып еді. Сол Төреханның не істегенін, қарындасының не істегенін Шыңбике білуші еді. Шыңбике сұлу Төреханның
Жолына таспен салған табан жолға 6 қатар үйді тіктіріп, 6 қанат ақ үйдің есігінен құдық қаздырып қойдырды және үстіне мата төседі. Мақпалмен бетін жауып қойды. Төрехан келіп тұсынан: кім бар деп мұнда шақырды, шықпаймын үйден мен деді, мазамды алма сен деді. Сонда Төрехан келтірмейтін мені деп: әй өлтірейін сені деп суырып алып қылышын шығарды, қатты дыбысын. Үйге келіп кіреді, есікті сонда ашады. Табалдырықтан бұлайсып аяғын сонда басады. Басып қалдым Мақпалды, ішіне түсіп кетеді. Ай сонда Шыңбеке сұлу келеді, отыра қалып құдыққа келеді, сөйлей береді: асылда туған соң қарым, шаршамас мінген тұлпарың алдыңда алыс жер деді. Барма соған ер деді, тілімді алсаң бармағын, қарындасың кәуірді. Сіздей болған ерлерден Қодарқұлды көрді тәуірді. Қодарқұлды алулы, кең сандыққа салулы, жақсы да қылып бағулы, не құлқын іздеп табулы. Ол залым қылды қалаға, бармасын деді ата менен анаға. Ай сізде де асыл жандарды Қодардан қылды садаға. Бармағын батыр сен деді. Осы айтқанның бәрі рас, аштырып кең сандықты Қодарқұлды ғой көр деді. Сонда Қодарқұл тұрып сөйлейді: қарындасым бауырды жақын алып қалмайды, менен артық кәуірді. Қодарқұлды алған жоқ, оның түскен шыңырауға қарындасым барған жоқ. Қалайда болса кетемін, қазан бастауды өлтіріп, елікте суға жетемін. Шыңбекенің қасында 3 күн жатты. 4-ші күні бір құлды Төреханға қара құс қылып дуалап берді. Осы құсты дуалап берген соң Шыңбеке айтты: осы барғаннан барып ақтабан тұлпарды 1 күн жарымдық жерге тастап, мына құсқа мініп бар да судан алда қаш. Ол жұма күні түске шейін ұйықтайды. Сол судың сылдырынан оянып қуар қуса жетпей қоймас. Қолоқпен оң қанатын атып сындырсаң қалады деді. Егер сындыра алмасаң сенің өлгенің деді. Қызың айтқандай күн жарымдық жерге барып атын тастап өзі жаяу емес қара құсты мініп келеді. Келсе айтқандай ұйқыға кіріскен екен. Торсықты батыр бала қашты, судың сылдырынан дәу оянып орнынан тұрды. Тұра дәуің қуады, қумай қалай тұрады. Күмбесіңге толғанда, біраз заман болғанда, артынан қуып жетеді. Артынан қуып жеткен соң, арта тұғын талабын Төрехан батыр етеді. Ей ата тұғын талабын Төрехан батыр етеді. Артынан қуып келгенде, батыр туған Төрехан дәлдеп дәуді атады. Оң қанаты сынған соң, сұлап дәуің жатады. Шыңбекенің үйінде Төрехан тағы 3 күн жатып, сол мезгілде Төрехан қарындасын ойлап елге баруға талаптанады. Бірнеше күн жол жүріп еліне келді. Елге жақын келген соң, көрінген соң қарасы, ойбай салып жылайды. Қарындасын қарашы, түсе қалып Төрехан суды алып береді. Су екенін көреді, ішіп алып қанбибі, сонда демін алады, өлімнен де қалады. Аңқағуға Төрехан енді шықты далаға, қарғылы тазы ерітіп, ақсұңқарын қондырып, ақ найзасын қолынап, қарап жүрді қыдырып. Қодарқұл мен Қанбибі тағы кеңесті, бір-біріне ақыл берді. Сонда Қодарқұл: сен ағаңнан аға сенің үзбейтін затың бар ма деп сұра деді қызға. Төрехан келген соң қыз отырып: аға, темірді болса үзесің, ал саған өтетін
қару бар ма, үзбейтін затың бар ма деп сұрады. Сонда Төрехан, адам болсын, жан жануар болсын, өз түгін үзелмейді деген айдарын үзелмеспін деді. Қыз, оны немен кеседі деді. Оны табанымда алтын кездігім бар, сол кеседі деді. Төрехан жатып ұйықтағанда айдарын кесіп алып, кескен соң жіп қылып есіп алады. Ай, қол аяғын байлаған, қол аяғын байлаған, қозғалмастай сайлаған, қарындасы қанбибі ағасын сөйтіп жайлаған. Қарындасы терекке Төреханды байлаған, байламыны болған соң аға енді тұр деді. Тұрса қолы байлаулы, кең сандықты ашады. Қодар құлға тұр деді, мынау залым ноғайды. Байладым мұны ұр деді. Түрегеліп қодар құл қылышын сонда сермеген, салды және найзасын, біреуінің де тимеді өлтіруге пайдасы. Сол уақыттар болғанда тек біледі қодар құл Төреханның басына. Төреханды төгіп жатқанда барып тұрды қарындас Төреханның қасына. Төрехан сонда мұңайды, өксіп жылайды, жылап жатып жырлады. Айналайын егізім, алтын еді лебізің, ноғай деген ауылым, аралап өзім көрейін, өзіңнен қатар бір жанға қарғам сенің берейін. Қарағым сенен берейін, босатшаңшы қолымды, туғандығың қай жерде, мынау құлға тептіріп қайнаттың ғой сорымды. Атамен қайда анамыз, біз солардың баламыз. Ата тілін алмадым, ана тілін алмадым, ақырында қор болып бір ағаштың түбіне саулынгендей байладым. Ай, сонда қызың сөйлейді, мұнан жақсы өлгенің, мұнан жақсы өлгенің, өлім болса көргенің, байлансын сенің тіліңіз, өссін сенің үніңіз, естімеймін сөзіңді, алсын құдай өзіңді, қодар құлдай бекзада қойсын сенің көзіңді. Сол уақыттар болғанда ауылы көшіп кетеді, Төрехандай ерлері ағашқа байлап оны да тойын соның етеді. Теректе жатып Төрехан соның айтқан сөз екен, бір ағаштың түбінде байланып енді қалғаным, атанамды көре алмай болды күшті арманым. Бұл ағаштың түбінде тұруға жоқты дәрменім. Оңғарылып жел шығып естілер мекен дауысым, ақ сүт берген анаға, өсірген жастан атаға, көрген бізге күн қайда, мекен салған қаланы, мекен салған қаланы. Ойлай ма екен атанам біздей жалғыз баланың. Сол күні түнде шынтасқан түс көрді, түсінде жаман түс көрді. Ертең таң ата жылмаяны алдырып Төреханды іздеді. Бірнеше күн жүріп терекке байланып жатқан Төреханның үстіне келеді. Сонда не қылып жатқан баласын деп сұрады. Шынтастың айтқаны: ай, не қылып жатқан баласың, қуағашқа байлаулы, бекітіп жақсы сайлаулы, жапанда жатқан жас бала, жаудан көріп қорлықты болыпсың шын масқара. Бала сенің неткенің балалықты етіпсің, оның қайда кеткені. Сонда Төрехан мұңайды, жатып сонда сөйледі, сөйлегенде бүйледі. Төрехан танымады бабасын, шынтасқан танып тұр туған баласын. Жасың үлкен жан баба, босатшаңшы менің қолымды. Дүниеде байбақ мен болдым, оңдамаған Құдай жолымды. Сонда шынтасқан түйеден түсе қалып, баланың қолын босата бастады. Баланы бал, миуамен тамақтандырды. Сол жерде бір күн жатты. Қабағын ашты, аяғынан тұра бастады. Айнала тұра қалады. Терекке қолды салады, теректі түбірімен суырып алды. Теректі иығына салып алды. Еліне Қодар құлдың қайта барады.
Қодарқұл Төреханның қарындасын алмай отын суға салған екен, өзі жеті төренің қызын алған екен. Сөйтіп соры қайнап көзі жайнап қалған екен. Қодарқұлдың үйінің алдына келіп шық бере деп ақырды. Үйден шыға келгенде Қодарқұлдың басына терекпенен салады, қылы жығылып қалады, үстіне мініп алады. Қарындасын шақырды, етегіңді жайыңыз, мінекей бауыздалды ғой, сорлағаңды сатып алған бай деді. Қодарқұлды өлтіріп ақтабан атқа мінеді, қару жарақ іледі, қалмақтың бірін тастамай, 3 күндерде жинады, шауып атты, қинады. 3 күн қонып шыққаннан кейін шындасқан Төреханға былай деп жауап айтты. Біз шынтас деген бабаңыз, сен едің біздің баламыз. Бос сүректе жатқанда келіп тұрдым қасыңа, шештім сенің қолыңды. Оңғарды құдай жолыңды, берегіре кел деді. Атаңның жүзін көр деді. Ақ жүзіңнен сүйейін, сағынып келдім мен дедің. Сонда Төрехан әкесі екенін сонда біліп, әкесіне сөйлей бастады. Айналайын жан баба, саламат күйлі бармысың? Аман ба үйде анамыз, алның қарса сапарды, бізді елге барамыз. Анаға сәлем береміз, ананың жүзін көреміз. Сонда қалмаққа хабар салды. Жинап парымен 5 жыр қалды, күймелі арбат алды. Үстіне шатыр құрды, шынтасқа алтынан тон киді. Отыратын жерде мақпал төсеп, бір арбаға шынтас мінді, 2 кісіге қызметін істетті. Сонда қарындасы қалмақтардың артында жаяу жүгіріп келеді. 3 күндік жерге келгенде Төрехан ілгері озып кетеді. Ордасының сыртынан келіп дауыстап шақырды. Сонда шешесі шығатын адам жоқ деді. Төрехан сөйлейді, Төрехан сөйлейді, Төрехан келді балаңыз, үйде бар ма анамыз? Сол жауаптап айтқанда жүгіре шыға келді анасы. Аттан түсе қалады Төрехандай баласы. Анасы сонда сөйлейді, айналайын қарағым, жауды жерге жарағым, сағынып көрген беренім, сағынған күні керегім, сағынған мұндай келдің бе? Төрехан сынды шырағым, бауырыма басайын, жабыққан көңіл басылсын, келдің бе қарағым бабаңды? Көрдің бе іздеп қарағым, ақ сүт берген анаңды, мекендеген көрдің бе өзің туған қалаңды? Разымын бергенге, дидарыңды көргенге, қабыл болды тілегім, мен Құдайға ырзамын, бітсе де бүгін о сүрегім. Шыманғанның қызы Шыңбике сол уақытта Төреханның тойында келіп қалды. 90 баулы Ноғайға хабар салды. Баршасын Ноғайлының жиып алды. 9 күн той, 12 күн ойын болды. Былай құжырып тарап кеткенде қарындасы тұрып қалды. Қарындасына айтты, саған не керек? 40 қысырақ аламысың, 40 қыңырақ аламысың деді. Сонда қарындасы, қыңырақ құрысын, қысырақ аламын деді. Құлдарға 40 қысырақ алдырды, 40 қысырақтың құйрығына байлады. 40 қысырақты 40 болып ала кетті. Сонан бай болып барша мұратына жетті.